Bizde kar havadır уже. Балкана сәлем достар, просто на ауа райына қараңдар. Просто қар жаймен жауып жатыр. Хотя октябрьдің ортасы, всего лишь октябрьдің басы даже ортасы болған жоқ. И вот тема просто салқын қар жаймен жауып жатыр, жел бешеный. Вот неожидаемо, по идее. Просто you were that foundation, never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. Then sorrow, then sickness, then the shock when you flip it on me. So hollow, so vicious, so afraid I couldn't let myself see that I could never be held back up, no, I hold myself. Check the rep, yep, you know my well. Forget the rest, let them know my hell. There and back, yet my soul ain't sell. Kept respect up, the best they fail. Let the rest. Hey достар, мен площадкадемін тағы да. Күн салқын, кәдімгідей салқын болып кетті, уже қыстың вайбы. Мынаны көрдім екен. Ол дым уже. Кәдімгідей қыстың вайбы, қар, потому что уже бізде кәдімгідей салқын жел, прям 35-40 миллисекунд или метр секунд шатысып кеттім да. Ладно, не важно. И вот қазір тренировкаға шықтым. Ертең бұйырса бір жұмысты бастаймын. И так, все. Опять же, штатив жоқ. По максимуму түсіремін. Ана жолы түсірмедім, тренировка істедім, но түсірмедім. Но в этот раз постараюсь хотя бы бір-екі кадр жасаймын и продолжаем. Только не упади. Ладно, так, еще вот. Планы сауалды главное. Так, верник, я массал туда. Плечи алып тұр. Ажымайын жасаған үйде. Как вот күн қарбаласы өтуде. Кстати, алдында айтып ғой, ана видеомда мини выступление болды деп. Мен ойладым, сонда то, что олар мені уже алады. То, что мен олардан ақталдым. Но потом мен қадалдым. Потому что олар мен орныма басқа кісі алған. Так вот, очередной провал, одан кейін не болды? Одан кейін көп дегенде бір шама жерлерге барып тоже өтпей қалдым. Көп случайда бір жерлері хабары береміз деді, но так ештеңе айтқан жоқ. Значит, отказ деген сөз. И бір учебный центрларын тесттен өте алмай қалдым. Так вот, осындай нәрселер. Яғни стажировкада болдым бұл жерде. Бұйырса ертең сол жерге бастап шығам. Вот такие новости. Все. Қазір босым, получается, ертең не бастаймын. Но хотя бы уақытта не профукать, просто так. Монтажымды жасадым. Обложка бүгін жасадым. И бүгін премьера, сағат 6-да болды. Как найти работу в Астане. Ұнады деп ойлам. Бұл видеоға да если тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Алда қызық, интересный моменттер болады деп ойлаймын. Алда прям кәдімгідей жұмыс істеу керек. Алда нәрсе сол күтіп тұрған. Все. Дальше идем. Бұрын мынандай турниктер болатын еді ғой. Физкультура дене шынықтыру кезінде
осындай төңіректері татылдырады сол кейде. Так, до конца блядь. Azapça, 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 azapça. Chekda asap meydan vaypar narsa asapcha. Chekda asap chegam narsani datasi vaqt qilsaymiz be. Do'ngalab dursimdan ko'chaga izdigim jaslorsa. Menga baqi qo'zg'alus, menga baqi assig'is be. Nega shikin odamda ko'nki vaqtcha ket. Чуть өзімді ауыр сезініп тұрмын. Қабат киініп алып, мында разгардтың үсті, то есть футболка, оның үстінде худи, оның үстінде спортивка, и еще мынаны үстіне лақтырып алдым. Так вот. Короче, мынандай идея тауып алдым. Мынадан төмен қарай жүгіруге болады, и обратно уже жоғары қарай кетеді ол кезде. Влетаю в наглядкись вдалях, дело на лям и без подлян подполе. Так, все, достар. Күшті тренировка, как обычно, күшті ощущения. И главное тоқтамау. Но если алдыңғы видеоларды қараған болсаңыздар, мен постоянно осы нәрсені айтамын. Может, біреу біледі, может, біреу білмейді. Может, біреуге надоел уже. Но все равно солай қаншама қиын нәрсе болса да, қаншама миыңда миллион нәрселер болса да, ананы бүйту керек, мынаны сөйту керек. Мынандай армандарым бар, мынандай проблемаларым бар. Оны кейбіреу сені жейді, ішіңнен жаман состояниеға түсіреді, сені артқа тартады, мен ештеңе істегің келмей қалады. Сдаваться етіп кетеді просто. И кстати, и сондай моменттерде осы настройда всегда ұстаған жақсы. Я дым шықпай жатыр, дым қолынан келмей жатыр. Анау болмай жатыр, мынау болмай жатыр. Мына жақта мынандай проблема бар. Мына жақта мынандай, мына жақта лишний нәрселерім бар. Бәрі тяжко болады. Но бастысы сол тоқтамау. Сол настрой басында ұстасаң, ona өтуге болады дегенге мен 100% 100% сенемін. Я қиындық ол со временем өтеді. Но потом біз осознавать етеміз, то что осы бәріне өткеннен кейін бұны бізді тащить ету үшін, бізге сынақ болсын, бізді одан сайын мықты болу үшін ментально, физически одан кейінгі сынақтарға да мықты болып қарсы тұра алатынымызға, бұл сол үшін жіберілген бізге тест. Мына өмірдің бәрі тест, сынақ болың бәрі. Біз одан қалай өтеміз, ұтып қаламыз ба, әлде жеңеміз ба? Вот это вот понятно нәрсе. Так, все, достар. Мен осымен видеомды аяқтаймын, видеом тамам. Осындай керемет нотада, керемет настройда. Видео ұнаса, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер, и каналға подписка тіркеліп кетіңіздер. И все, сіздермен болған мен Алишер Зынжан, келесі видеода кездескенше.